Саламатсызбы, құрметті достар. Менің есімім Еркебұлан. Еріктілер штабының қызметкерімін. Бүгінгі вебинарымызды бастасақ, мені Маңғыстау естіліп тұр ма және көрініп тұрмын ба? Барлығы дұрыс па? Содан кейін вебинарымызды жалғастырайық. Маңғыстау, мені естіп тұрсаңыздар, көріп тұрсаңыздар, маған плюсик қойсаңыздар. Маңғыстау, мені естіліп тұр ма және көріп тұрсыздар ма? Мені көріп тұрсыздар ма және мені естіліп тұрсыздар ма? Құрметті қатысушылар. Маған бір плюсиктен қойсаңыздар, вебинарымызды бастаймыз. Осыны бірінші тексеріп алайық. Майя, Шымкент, Маңғыстау. Бұл әріптесінің логині, осы бойынша кіріп отырмын, бірақ есімім Еркебұлан, техникалық ақауларға байланысты басқа логиннен кіруге мәжбүрмін. Енді жақсы, Шымкент, бүгінгі вебинарымыз кезекті 14-ші вебинар болып табылады. 14-ші вебинар функционалды қызметтік бағыт бойынша сіздерді әрбір вебинарда осы кескінмен тікелей таныстырамыз. Бұл кескінмен сіздер таныссыздар деген ойдамын. Жалпы бұл Экспо 2017 көрмесінің аумағындағы офистар, тұрақтар, мекен-жайлар, әртүрлі мега силквейден бастап жалпы Қабанбай Батырмен қазіргі таңдағы Орынбор емес, Мәңгілік ел көшесі аралығындағы кескін бойынша барлық объектілердің, ғимараттардың орналасуы болып табылады. Осы сіздер таныссыздар деген ойдамын. Келесі слайдқа көшетін болсақ, бүгінгі кезекті 13-ші қызметкерлерді басқару, еріктілерді қызметінің функционалды бағыты бойынша орналастыру болып табылады. Сол орналастыру тағы да сіздерге ескертіп, қайталап айтып өтейін. Орысшада да сіздерге айтып кеткен болар. Жалпы бірінші ауысым маусым айында жоспарланып отыр. Жалпы саны барлығы маусым айындағы 732 адам болып табылады. Екінші ауысымда 748 адам, үшінші ауысымда 20 адам. Ал жалпы барлығы 1500 еріктілер қатысуын жоспарлап жатыр. Бүгінгі 13-ші сарымен белгіленген қызметкерлерді басқару болып табылады. Қызметкерлерді басқару бойынша бірінші және екінші ауысымда бар екен. Қызметкерлерді басқару бірінші ауысымда 3 адам болатын болса, екінші ауысымда да дәл сондай 3 адам болып табылады. Бұл да кескін сіздерге таныс деген ойдамын. Жалғастырсақ, келесі слайдқа көшетін болсақ, жалпы функционалды қызметтік бағыт қызметкерлерді басқару еріктілерінің негізгі функционаларын айтатын болсақ, бұл топ еріктілердің жұмыс мақсатына функционалды қызметтік басқару, қызметкерлерді басқару, жұмысында еңбек заңнамасы талаптарының сақталуын қамтамасыз ету, қоғамда жұмысшыларды іздеу, абылдау және бейімдеу процесіне көмек көрсету жатады. Негізінен еңбек заңнамасына сай, бұл еңбек заңнамасының, яғни әрбір еріктінің, әрбір азаматтың, келуші қонақтың барлық ұйымдастыру шараларындағы осы мәселелер бойынша еңбек заңнамасының сақталуын да қамтамасыз етеді. Екіншісі, бұл функционалды қызметтік бағыт еріктісі адамдармен жұмыс жасай білу ептілігімен, құжаттармен жұмыс жасаудағы ұқыптылығымен, таныстыру дағдыларымен және ұйымдастырушылық қабілеттіктерімен көзге түсуі қажет.
Бұл негізгі еріктілердің барлық еріктілердің негізгі қасиеттері деп атап өтсек те болар. Өйткені бұлар сіздердің бойларыңызда, еріктілердің бойларында бар деген сенімдемін. Жалпы құжат тілмен жұмыс жасау, ұйымдастырушылық мәселелердің барлығы еріктілерге тән қасиеттер ретінде тән қасиеттер деп санаймын. Сондықтан бұл мәселелер сіздерге таныс. Келесі функционалды қызметтік бағыт қызметкерлердің басқарудың негізгі міндеттеріне жататындар. Негізгі міндеттерін атап өтетін болсақ, қызметкерлердің басқарудың негізгі міндеттерін атап өтетін болсақ, негізгі 10 бағыт бойынша бағытталған. Біріншісі қоғамның кадрлық саясатын жүзеге асыру. Екінші қызметкерлерге қажеттілікті анықтау, үміткерлердің электронды базасын жинау, талдау, жасау, өзекті қылу, жұмысқа алу мақсатында үміткерлермен сұхбаттасуды ұйымдастыру болып табылады. Қоғамның кадрлық саясатын жүзеге асыру ол белгілі бір талаптарға сай еріктілерді қабылдау, олармен тығыз байланыс жасау болып табылады. Өйткені Экспо 2017 көрмесінің аясында үнемі кадрлық саясаты жүзеге асып тұрады. Біреулер шығып, біреулер кіріп жатады. Осы мәселеде негізгі маңызды. Өйткені кейбір жерде кадрлық жетіспеушілік болып қалатын болса, осы белгілі мамандардың жетіспеушілігі болып қалатын болса, еріктілердің жетіспеушілігі болып қалатын болса, ол белгілі бір шараның өзіне әсер етуі мүмкін. Сондықтан әрбір қоғамның кадрлық саясатын жүзеге асыру Экспо 2017-нің аясында өте үлкен маңыздылыққа ие. Сондықтан бұған да зер салып тыңдауларыңыз қажет. Жалпы екінші қызметкерлердің қажеттілігін анықтау, үміткерлердің электронды базасын жинау, талдау, жасау және өзекті қылу, жұмысқа алу мақсатында үміткерлермен сұхбаттасуды ұйымдастыру. Жалпы үміткерлердің электронды базасын жинап, оларға өзіндік талдау жүргізеді. Яғни олардың талапқа сай ма, олардың қандай қабілеттіліктері бар, қандай мәселелерді, қандай жұмыстарды атқара алады. Осындай бағыттар бойынша электрондық талдау жүргізу арқылы бұлардың арасынан өзіндік сұрыпталу жүргізеді, сарапталу жүргізеді деп айтсақ та жаңылмаспыз. Сондықтан бұл да екінші міндеттің өзі де маңызды. Үшінші, еңбек қатынасын, соның ішінде бұйрықтар мен еңбек шарттарын рәсімдеу. Яғни бұл негізі еңбектік қатынас болғандықтан, еріктілер болсын, супервайзерлер болсын, қандай мәселелер бойынша еңбектік қатынас бойынша белгілі бұйрықтарды, белгілі міндеттерді талаптарға сай орындау қажет. Оларды белгіленген шарттарды орындап, оларды рәсімдеп, дер кезінде уақытында бір ақпаратты, құжатнамалық ақпараттың барлығын қамтамасыз ету қажет болып табылады. Сондықтан бұл да үшінші міндетке мән берсеңіздер. Жалпы жаңа жұмысшының бейімделуі. Егер белгілі бір осы функционалды қызметтік бағыт бойынша және бірінші қоғамдық кадрлық саясат бойынша айтып кеткенімдей, жалпы жұмыскерлердің ауысымы үнемі болып отырады. Бұл үлкен іс-шара болғандықтан әрбір компанияда, белгілі бір кәсіпорынның өзінде барлық жерде кадрлық саясаты жүзеге асырылады. Кейбіреулер шығып кіріп жататын болса, соған байланысты төртінші жаңа жұмысшының бейімделуін қамтамасыз ету. Яғни барлық өзінің функционалды жұмысы бойынша, жалпы оның белгілі бір бағыты бойынша, белгілі бір қызметі бойынша, оның жұмыс істеу ауқымы бойынша барлық ақпаратқа көмектесу болып табылады. Яғни барынша оның жұмысқа тез арада кірісіп, өзінің жұмыс атқаруына белгілі бір қолайлы жағдай жасауға тырысу. Яғни оны бейімделуін қамтамасыз ету. Оған барынша көмектесу болып табылады. Бұл да сіздерге түсінікті деген ойдамын. Төртіншіден міндет негізгі маңызды міндет. Сондықтан бұған да мән беріңіздер. Бесінші, қоғам жұмысшыларының жеке істерін жасау және өзекті қылу. Бұл мәселені қалай түсіндірсек, бұл мәселе бойынша қоғам жұмысшыларының жеке істерін, яғни личное дело, олардың жеке істері, жеке атқарған жұмыстарына байланысты өзекті қыласыздар. Яғни бұл функционалды қызметтік бағыт бойынша әрбір жұмысшының жеке істері өзіндік көлеміне байланысты, атқарған жұмысының маңыздылығына байланысты,
Оның қандай маман қандай бағытта маман екендігіне байланысты оның өзектілігі, сұранысы да арта түседі. Яғни белгілі бір кадрлық саясат ол нарық болса, ұсыныс сұраныс болатын болса, жаңағы функционалдық қызметтік бағыт бойынша оның өзекті маман болуы, оның жеке істерінің өзектілігіне байланысты ол сол ұсынысты қамтамасыз ететін сұранысқа сай болып табылады. Яғни сол сұранысты белгілі бір қанағаттандырады белгілі бір деңгейде. Сондықтан әрбір маманның жеке істерінің өзектілігінен де осы өзекті қылуға да белгілі бір көмек көрсету қажет. Алтыншы, қоғам қызметкерлерін статистикалық есепке алу және талдау. Яғни статистикалық қызметті бойынша олардың белгілі бір ағымын, олардың жұмыс жасауы, олардың жұмыстан шығуы, кіруі, жаңа мамандардың келуі, жас мөлшерлері, қандай маман екені, барлық мәселелер бойынша өзіндік функционалдық қызмет басқару, бағыттың қызметкерлерді басқарудың өзіндік тәртібі кейінірек көрсетілетін болады. Сол тәртіпке сай қоғамдық қызметкерлерін статистикалық есепке алу және талдау жұмысы жүргізілу қажет. Бұл да негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Жетінші, қоғам жұмысшыларының жұмыс уақытын енгізу, қоғамдағы еңбек тәртібін жақсартуға қатысты ұсыныстарды әзірлеу және жеке іске асыру болып табылады. Негізінен қоғам жұмысшының жұмыс уақытын енгізу. Жұмыс уақыты белгілі бір алдын ала жоспарланып, олардың белгілі бір уақыттар белгіленуі керек. Яғни смен белгілі бір жерде қызметтік бағыт бойынша өзіндік уақытта жұмыс жасап, өзіндік уақытта түскі асқа шығып деген сияқты әр нәрсенің белгілі бір уақытта пунктуалды түрде жүзеге асу керек. Пунктуалды түрде жүзеге асқан бұл функционалды бағытты ұйымдастыратын болсаңыздар, әрбір шараның бастауы, аяқталуы дер кезінде жоспарланған уақытта аяқталады. Яғни бүкілі жоспар бойынша жүзеге асатын болады. Бұл да негізгі маңызды мәселелердің бірі. Жалпы қоғамдағы еңбек тәртібін жақсарту қатысты ұсыныстар әзірлеу және іске асыру. Яғни еңбек қатысына байланысты осы қызметкерлердің жалпы өзіндік ұсыныстары болатын болса, өзіндік белгілі бір идеялар болатын болса, және жұмысты жақсартудағы, яғни олардың өздерінің жеке мәселелеріне байланысты барлық мәселелер бойынша қызметті жалпы жұмысты жақсартуға бағытталған іс-әрекеттерді, ұсыныстарды қабылдау және оларды әзірлеуге көмектеседі. Бұл да өзектілікке ие. Яғни, мысалы, кейбір жұмысшылар өзіндік белгілі ұсыныстары болуы мүмкін, өзіндік талаптары болуы мүмкін. Барлығын қанағаттандыруға тырысуымыз қажет. Бұл да негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Келесі, қоғам жұмысшыларының іс-сапарларын есепке алу. Яғни, белгілі бір осы бағыт бойынша іс-сапарларға келетін болса, өзіндік олардың шығу, кіру, іс-сапардан келу уақыттарын есепке алып, өзіндік мониторинг жүргізу қажет. Яғни, сол мониторингтен статистикалық ақпараттарды дайындай аласыздар. Бұл заттардың барлығы сіздерге сипаттамалық түрде келетін болса да, сіздер үшін үлкен тәжірибе болып саналады. Сондықтан бұған да мән берулеріңіз. 8-ші, 9-шыға ауысып кеттім, 8-шіні қайталап айтатын болсам, артқа қайтып. Қоғам жұмысшылардың әскери есебін жүргізу, әскери міндетті әскери қызметке шақырылатын тұлғалар үшін, жергілікті әскери басқарма органдарына қажетті есептілік. Яғни қоғам жұмысшылардың әскери есебін жүргізу. Ол да белгілі бір қажеттілік, ол да белгілі бір міндет. Өйткені кейбір азаматтар 17 жастан экспо кезінде, осы көрме кезінде 18-ге толып, өзіндік әскери міндетті болуы мүмкін. Сондықтан оларда әскери міндетті және әскери қызметке шақырылатын тұлғалардың да мониторингін жүргізіп, өзіндік статистика жүргізу керек. Жас шамасына шықсай, яғни 18-ден 25-ге дейін осынша азамат, 23-тен, мысалы, 26-ға дейін осынша азамат, 27-ге дейін осынша азамат, осынша азаматқа белгілі бір шақырулар кетті, осынша азаматтар әскери міндетті деген сияқты барлық
Мәселе боюнча сиздер өзүндүк мониторинг жасоого ыкпалдашууларыңыз керек. Сонун аркасында өзүндүк статистика жүргүзүлүп, белгилүү бир кемчиликтери туурдаган маселелердин баардыгын шешүүгө мүмкүндүк тууады. Буга да мән берип, жумуш аткарууларыңыз маңыздылыкка ээ. Келесі яғни жергілікті басқару органдарымен әскери басқарма органдарымен тығыз байланысты жұмыс жүргізуге ықпалдасасыздар. Бұл да сіздердің міндеттеріңіздің бірі. 10-шы қызметкерлерді бағалау және аттестациялау жүйесін жасау. Қызметкерлерді бағалау және аттестациялау жүйесін жасауға байланысты яғни өзіндік белгілі бір еріктілерді үлестейтін түсінік болатын болса, оларда функционалды қызметтік бағыт бойынша өзіндік бағалау, өзіндік аттестация, өзіндік тексеріс, мамандығының сапасы, маманның жұмыс істеу сапасы, оның жұмысының өзіне белгілі бір баға берілуі қажет. Соның өзінде ол да белгілі бір мониторингқа әсер етуші факторлардың бірі болып табылады. Сондықтан қызметкерлерді бағалау және аттестациялау жүйесін жасау, мониторинг, одан әрі статистика, өзіндік мәселесі бар аргументтер, мәселелерге толы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Яғни басқарманың өзіне жеткізіп, бұл мәселелердің шешу жолын табуға болады. Жалпы осы негізгі міндеттер бойынша жалғастыратын болсақ, әрі қарай жәнегі атап өткендерім сізге түсінікті ме? Кешіктеріңізді қойсаңыздар, ары қарай жалғастырсақ. Жақсы, Майя, жаз, рахмет. Так, функционалды қызметтік бағыт қызметкерлерді басқару негізгі міндеттеріне жатады. Бұл да келесі міндеттер. Жәнегі түсінікті болатын болса, келесі міндеттердің жалғастыратын болсам. Бірінші, қоғамның кадрлық резервін қалыптастыру бойынша әдістеме жасайтыны өзекті қылу. Қоғамның кадрлық резервінің қалыптасу процесінің орындалуын жүзеге асыру және бақылау. Яғни кадрлық резерв, бағана кадрлық саясатын ұйымдастыру болатын болса, резервтің өзі де болуы қажеттілік. Өйткені бір адамдардың барлығы, өзі жалпы қызметкерлердің барлығы адам болғандықтан, адами факторды ескере отырып, олардың кенеттен жұмыстан шығып кету, олардың белгілі бір мәселелер туындап жұмыстан шығып басқа жұмысқа ауысу, немесе басқа да мәселелер, күтеген мәселелерді өздеріңізге таныс деген ойдамын. Сондықтан кадрлық резервті қалыптастыру қажет. Яғни олардың әрбір маманның өзіндік сапасына байланысты. Маманның белгілі бір мамандығына, оның жұмыс тәжірибесіне, оның біліктілігіне байланысты кадрлық резервін қамтамасыз етіп, оны өзекті қылу болып табылады. Яғни қоғамның кадрлық резервін қалыптастыру ол негізгі қажеттіліктердің бірі. Өйткені барлық осы функционалды қызметтік бағыт бойынша үнемі жұмысшылар ағыны ауысып отырады. Жұмысшылар ағыны үнемі өзгеріп отырады. Сондықтан екіншіге көшетін болсақ, қызметкерлерді оқыту мен дамытуға қатысты жұмыстарды ұйымдастыру. Яғни орысша айтқанда повышение квалификации. Белгілі бір өзіндік тағылымдамалар. Яғни бұл қызметкерлердің біліктілігін арттыруға байланысты, қосымша курстарға қатысуға байланысты. Өздерінің біліктілігін арттыруға байланысты, оқыту және дамытуға байланысты белгілі бір шараларды ұйымдастыру. Оларды тікелей басқармаға ұсыну арқылы бұл функционалды қызмет бағыттың сапасын ұлғайтуға септігін тигізеді деген үміттемін. Осы сондай міндеттердің бірі болып табылады. Келесі, қызметкерлердің ауысуы. Қызметкерлердің ауысуы
Яғни белгілі бір мамандардың қажет болған жағдайдағы білікті мамандардың ауысуы, маман болып жоғарылауы, төмендеуі, жұмыстан шығуы, жаңадан жұмысқа кіруі, кірген кезде өзіндік бейімделуі, бұл мәселелердің барлығы осы үшінші міндеттердің біріне жатады. Яғни қызметкерлердің ауысуын қамтамасыз ету болып табылады. Төртінші, қоғамның ішкі құжаттарынан бекітілген тәртіппен жетекші мәселелер бойынша шарттарды, келісім шарттарды және басқа да келісім түрлерін дайындау және орындау, оларға бастамашылық ету. Яғни қоғамның ішкі құжаттары бекітілген тәртіпке жетекші мәселесі бойынша шарттарды өзіндік қызметкерлер арасындағы, ұйым және жұмыскер арасындағы деген сияқты келісім шарттарды әзірлеп, олардың орындалуын қамтамасыз ету. Яғни қызметкерлер өзінің белгіленген шартта белгіленген қызметтері бойынша жұмыс атқарулары қажет. Олардың бастамашылықтарына, олардың негізгі идеяларына, ұсыныстарына қолдау көрсете отырып, өзіндік келісім шарттар, әзірленген келісім шарттарға сай жұмыстарын атқарулары қажет. Бұл да негізгі маңызды міндеттердің бірі. Келесі, көрме территориясын жұмылдырылған қызметкерлердің барлық санаттарының орналасуын үйлестіру. Көрме территориясында жұмылдырылған қызметкердің барлық санатта орналасуын үйлестіруге байланысты, яғни көрме территориясы бойынша барлық қызметкерлерінің өзіндік мамандығы бойынша орналасуын қамтамасыз ету. Олардың үнемі орналасуына байланысты, жұмыс дағдысына байланысты, жұмыс қарқынына байланысты өзіндік мониторингқа көмектесу. Яғни бұл мәселеге де сіздердің атсалысуларыңыз қажет. Мониторинг үйлестіріп, өзіндік мониторинг жасап, статистикалық ақпарат әзірленетін статистикалық ақпараттарға ықпалдасу болып табылады. Яғни бұл да маңыздылық. Сіздер үшін бұл негізгі қызықты мәліметтер болуы тиіс. Ертең болашақта сіздер барлық функционалды осы қызметкерлердің орналасуы, қандай мамандық сұранысқа ие, қандай сұранысқа жоқ, сол мәселелерді ескере отырып, өздеріңіз үшін де белгілі бір қорытынды жасап, ары қарай біліктіліктеріңізді арттыруға байланысты шаралар қолдануларыңызға болады. Яғни бұл да сіздер үшін үлкен пайда деп есептесек те болар. Алтыншы, көрменің дайындалуы мен өткізілу кезінде жұмылдырылған қызметкерге жауапты құрылымдық бөлімшелер өзара әрекеттестік жасау. Яғни бөлімшелердің арасында қызметкерлердің арасындағы құрылымдық бөлімшелердің арасында белгілі бір әрекеттестікті қадағалау, оларға белгілі бір мониторинг жасау. Яғни әрбір құрылым өзіндік байланыста болуы қажет. Олар өзіндік бағыты бойынша ғана жұмыс жасап, қызметкерлердің байланыста бірлесе жұмыс атқаруы да қажеттілік. Бұл мәселеге де назар аударасыздар. Жетінші, барлық қызметкерлер санаттарының еңбегіне қолайлы жағдайды, соның ішінде демалыс бөлмесі мен қызметкерлерді тіркеу аймағын жоспарлау және қамтамасыз ету. Яғни жұмыс атқарғанына байланысты да өзіндік олардың демалысын, тіркелуін, болашақ жоспарды жоспарлауын қамтамасыз етуге ықпалдасуларыңыз қажет. Жас естілмейді ме? 1 минут. Қазір. Жас естілді ме? Қалған қатысушылар мені естіп тұр ма? Вебинарымызды жалғастырсақ, бір плюстеріңізді қойсаңыздар. Жас естілді ме? Жас Маңғыстау. Майя.
естіліп тұрсыздар ма? Естіліп тұрсаңыздар, ары қарай жалғастырайық. Жас, Маңғыстау, Майя. Қайдасыздар? Мені естіп тұрсыздар ма? Вебинарымызды ары қарай жалғастырсақ. Жақсы, естілді деген үміттемін. Сондықтан ары қарай жалғастыратын болсақ, 8-ші демалыс және қызметкерлерді тіркеу аймақтарының жұмысын басқару. Яғни, олардың тіркелуі жұмыс айлағында, белгілі бір жұмыс аумағында, олардың жұмыс бастамас бұрын жұмыстарын жүргізудегі өзіндік тәртіпке сай, қызметкерлердің тіркелуін қамтамасыз ету керек. Қазір жас, мүмкін сізде Wi-Fi ма екен? Интернетқа да байланысты болуы мүмкін. Жас, енді қалай? Жас. Жас, енді қалай? Естіліп тұр ма? Жас. Жақсы, қалғандар Маңғыстау және Майя. Мені естіп тұрсыздар ма? Жақсы, жасқа қайтадан қосылу қажет, сол кезде естілу керек. Оның интернетіне де байланысты болуы мүмкін. Маңғыстау, ары қарай жалғастыратын болсақ, 8-ші міндеттердің бірі ол демалыс және қызметкерлердің тіркеу аймақтарының жұмысын басқару. Яғни олардың белгілі жұмыс айлағына байланысты, айлағы аумағына байланысты, ол қызметкерлердің тіркелуі де болуы керек. Олардың демалыс уақытын, демалысқа шығу уақытын барлығында қамтамасыз етіп, оларды қадағалауларыңыз қажет. Яғни өзіндік мониторинг, үнемі өзіндік мониторинг жүргізулеріңіз керек. Бұл да өзіндік статистика шығаруға үлкен қажеттілік. 9-шы қызметкерлердің әртүрлі санаттарын, көрме территориясы мен нысандарын, сондай-ақ басқа да ортақ модульдерді бөлуіне байланысты оқытулар мен тренингтер өткізу. Бұл жалпы слайд бойынша кейде стилистикалық және орфографиялық қателер кетуі мүмкін. Кешіресіздер, болашақта бұны жөндеп, дұрыстап өтуге тырысамыз. Жалпы қызметкерлердің әртүрлі санаттағы көрме территориясы мен нысандары, сондай-ақ басқа да ортақ модульдері білуіне байланысты оқытулар мен тренингтер өткізу. Яғни бағана айтып кеткенімдей, бұл өзіндік орысша айтқанда повышение квалификации, мамандықтарын жоғарылату, мамандық біліктілігін арттыру болып табылады. Сондықтан бұл да тренингтерге қатысып, оқытуларын ұйымдастыру да қажеттілік. Олардың біліктілігінің сапасы да жоғарылауға септігін тигізетін іс-шаралар болып табылады. Сондықтан бұл да негізгі қажеттіліктердің бірі болып саналады. Келесі ойыншық жеке қызметкерлер үшін функционалды міндеттерді білуіне бағдарламаларды әзірлеу мен жүргізу кезінде қоғамның құрылымдық бөлімшесінің уақытылы көмегін үйлестіру. Яғни осы функционалды міндеттері мен білуіне бағдарламаларды әзірлеу мен жүргізу кезіндегі қоғамның құрылымдық бөлімшесі уақытылы көмегін ұйымдастыру. Яғни өзі ара байланыста отырып, олар бір-біріне ықпалдасуы қажет. Құрылымдық бөлімшелері бойынша ықпалдасуы үнемі жалғасын табуы керек. Бұл да негізгі мәселелердің бірі. Негізгі сіздердің міндеттеріңізге жатады. Осы функционалды қызметтік бағыт бойынша қызметкерлерді басқарудың негізгі міндеттеріне жатады.
Келесі, нақты қоғамның құрылымдық бөлімшесінің қызметкерлердің әртүрлі санаттарының жұмыс кестесін өзгерістер мен уақытылы әзірленуі мен енгізілуін үйлестіру. Яғни жұмыс кестесіне байланысты, уақыттарына байланысты, олардың белгілі бір жұмыс істеу қарқынына байланысты барлығын дер кезінде әзірленіп, жұмыс кестесі барлық қызметкерлерге таратылуы қажет. Бұл да жұмысты ұйымдастыруға үлкен көмек болып табылады. 12-ші, нақты бағыттағы аутсорсинг үшін HR қызметі сапасындағы әлеуметтік провайдерлермен өзара әрекеттестік. Яғни, қарапайым тілмен айтқан кезде, кадрларды қамтамасыз етуге байланысты әлеуметтік қызметтермен, белгілі бір әлеуметтік провайдерлермен өзара әрекеттестік өткізіп отыруы керек. Сондықтан өзіндік резервті, кадрлық саясатты жүргізу үшін HR қызметі бойынша барынша ықпалдасып, барынша мониторинг жүргізуге керек. Яғни қызметкерлердің сұранысы байланысты, біліктілігіне байланысты белгілі бір талаптарға сай қызметкерлерді жинау үшін, кадрлық резервті қамтамасыз ету үшін. 13-ші, қоғамның нұсқаулығына және ішкі құжаттарына сәйкес басқа да міндеттер жатады. Яғни әрбір өзіндік қызмет, функционалды қызметтік бағыт бойынша өзіндік тәртіптері, өзіндік ішкі құжаттарына байланысты, өзіндік сұраныстарына байланысты нұсқаулар және ішкі тәртіптер болады. Сонда қызметкерлер ескеріп, соны ұйымдастыруға міндетті. Келесі, позиция функционалды қызметтік бағыт қызметкерлердің басқару еріктілерінің міндеті. Департаментінің жалпы жұмысына көмек. Негізгі осы барлық айтқандарымыздың негізгі мәселелері бойынша тоқталатын болсақ, бұл 5 бағыт бойынша анықталған екен. Яғни департаменттің жалпы жұмысына көмек. Департаменттің барлық жұмысына, яғни құжатнамалар, шарттық, қызметкерлердің өзара белгілі бір жоспарлық жұмыстарына байланысты барлығына департаменттің жұмысына көмек көрсетуге керек. Қызметкерлердің құжатнамалық рәсімдеу процесін алып жүру. Яғни өзіндік тәртіпке сай белгіленген құжаттарды рәсімделуін қамтамасыз ету. Тәртіпке сай рәсімделуін қамтамасыз ету арқылы өзіндік құжатнамалық үйлестіру ұйымдастыруға болады. 3-ші, қызметкерлерді оқыту бойынша жұмыстарды үйлестіру. Қызметкерлерді оқыту бойынша, яғни олардың біліктілігіне сай қызметтерге орналасуға ұсыну. Адаптациялық рәсімдерін үйлестіру. Яғни олардың белгілі бір қызметке орналасуына байланысты бейімделуін қамтамасыз ету. Жоспарлы, олардың негізгі қызметтеріне байланысты барлық бағыт бойынша өзіндік адаптациясын, яғни бейімделуін қамтамасыз етуге көмектесу. Қызметкерді іздеу процестерін ұйымдастыру және жүргізу. Қызметкерді іздеу процесін ұйымдастыру дегеніміз, ол белгілі бір қажеттілікке сай, яғни өзіндік сұранысқа ие, біліктілігі жоғары белгілі бір мамандарды іздеуді ұйымдастыруға көмектесу. Яғни ол белгілі бір әлеуметтік сайттар арқылы, белгілі бір ақпараттық хаттар жіберу арқылы осы қызметкерлердің қажетті қызметкерлерді табуға көмектесу болып табылады. Бұл да негізгі мәселелердің бірі. Келесі, оған қойылатын негізгі талаптар. Негізгі талаптар командада жұмыс жасау дағдылары. Құжаттар мен командада жұмыс жасау дағдылары себебі әртүрлі топтар болуы мүмкін. Араларында, яғни топ болғандықтан, араларында әртүрлі азаматтар да болуы мүмкін. Сондықтан командада, топта жұмыс жасау мүмкіндіктерін, топта жасай білу
Өйткені белгілі бір тартыс, ештеңе тудырмай, дау тудырмайтындай жағдай жасап, компромиссті жолдармен шешу арқылы белгілі бір топ команда ретінде жұмыс жасау дағдылары да негізгі талаптардың бірі болып табылады. Құжаттамамен жұмыс кезіндегі ұқыптылық және зейінділік. Яғни құжаттарды ұқыпты қарап, оларға зейін салып қарап, белгілі бір әзірлеп жұмысын жүргізу болып табылады. Яғни құжаттамамен жұмыс кезіндегі ұқыптылық бұл да өзіндік белгілі бір талап. Презентациялар дайындау және жүргізу дағдылары. Бұл негізгі талаптарға қойыпты. Презентациялар дайындау дегеніміз ол белгілі бір ұсыныстар жасауға мүмкіндік. Яғни белгілі бір компьютерлік бағдарламамен, PowerPoint дейтін бағдарламамен жұмыс жасай білуді негізгі талаптардың бірі. Байланысқа бейімділік, ізгі ниеттілік, нақтылық, жауапкершілік, ұйымдастырушылық қабілеттері. Бұл байланыс, ізгі ниеттілік, нақтылық, жауапкершілік, ұйымдастырушылық қабілеттіліктері жалпы еріктілердің бойында бар қасиет болғандықтан барлығына анықтама бермей қойын. Бұлар сіздердің бойларыңызда болу керек. Ағылшын тілін білу интермедиат деңгейінде екен. Өйткені бұл халықаралық көрме болғандықтан әртүрлі тілдес, басқа шет тілдес азаматтармен ортақ осы халықаралық тілді ағылшын тілі арқылы интермедиат уровені негізгі орташа болғандықтан қарапайым түрде сөйлесе алу. Яғни белгілі бір қарым-қатынас жасай арқылы өзіндік сұраныстарын, ұсыныстарын қамтамасыз етуге мүмкіндік туады. Сондықтан интермедиатта сіздердің белгілі бір еріктілердің талаптарына жатады. Бұл да сіздер үшін үлкен тәжірибе. Өйткені өздеріңіздің ағылшын тілдеріңізді, өздеріңіздің кәсіби біліктіліктеріңізді, жәнегі ұйымдастырушылық қабілеттіліктеріңізді осы жерде одан ары шыңдай аласыздар. Бұл да сіздер үшін негізгі талаптар. Келесі жалпы негізгі біздің вебинарға қатысушыларымыз азай қалыпты, бірақ осы вебинарды қазақша түрде кейінірек көреді деген сенімдемін. Сондықтан бұл вебинардың жазуын ақырына дейін жеткізейік. Осы вебинарда келесіде YouTube және сайт Expo Volunteers сайттарына енгізіп, соларға жүктеп қоямыз. Сол арқылы көріп, осы вебинармен таныса аласыздар. Негізінен осы Астананың негізі белді Астана бойынша жалпы сипаттама беретін болсақ, қысқаша. Сіздер үшін бұл да керек мағлұмат, өйткені кейбіреулеріңіз осы еріктілердің арасында Астанада бірінші рет болуы мүмкін. Астана бойынша барлық ғимараттарды, негізгі ғимараттарды білулеріңіз сіздерге тек плюс болып есептеледі. Сондықтан бұл қандай сипаттама берсек. Бәйтерек ол Қазақстанның ел ордасында орналасқан монумент болып табылады. Қаланың басты көрнекті орындарының бірі Бәйтерек. Жас, мықты өсіп келе жатқан ағаш ретінде өзінің тарихи тамырын сақтаған және болашаққа талпынуға ниетті мемлекеттің көрсеткіші саналады. Монумент жобасының авторы әйгілі ағылшын сәулетшісі Норман Фостер болып табылады. Бәйтерек монументі 2012 жылы ашылып, Қазақстан тарихында маңызды оқиғаға халық өмірінің жаңа кеңіне айналды. Мұнараның құрылымы үш негізгі құрылымнан тұрады: жер асты, жер үсті және аспан әлемі. Бәйтерек монументі металдан, шыны мен бетоннан жасалған бірегей сәулет құрылысы болып табылады. Оның пішіні таң қалдырады. Биіктігі 105 метр. Металл құрамасынан салмағы 1000 тоннадан жоғары 500-ге жуық қағадан тұрады. Әлемде бірінші рет диаметрі 22 метрлік және салмағы 300 тоннадан тұратын күннің түсуіне қарай түсін өзгертетін хамелеон шынысын жасалынған шар 97 метр биіктікке көтерілген екен. Бәйтерек монументі өзінің орналасуы және композициялық құрылысы ежелгі көшпенділердің
космологиялық түсінігін көрсетеді. Аспанда өзінің алып қанаттарымен жауап қасиетті құс самұрық ұшып келеді. Ол биік жапырақтарды паналап, өмір мен үміт әкелетін алтын жұмыртқа. Күн салу үшін өмір ағашы бәйтерекке ұмтылады. Ал астыңғы жағында, дәл түбінде өзінің сағатын күтіп, күннің орнына түнді, жаздың орнына қысты шақыратын аш айдаһар күтуде. Осылайша зұлымдық пен адалдықтың арасында таусылмас күрес пайда болады. Екі өмірдің ортасында өзінің суымен әлем көлі ағады. Оның жағасында тамырымен жерді ұстайтын, өзінің салаларымен аспанға өрлейтін бәйтерек көтеріледі. Ұлы ағаш байырғы антагонизмнің өлім мен өмірді теңестіреді. Дүниежүзілік әмбебап мифологиялық концепцияларының бірі жер қыртысын дүниеге келіп, ол өзінің мәңгілік жолдан өтеді және ұшы қиырсыз аспанға кетеді. Міне сіздерге бұл да бәйтерек монументі жөніндегі ақпарат сіздерге қызықты деген ойдамын. Өйткені бұның өзі де бәйтеректің өзі де өзіндік символикаға ие болды. Қазір ол Астананың белгілі бір символы ретінде қалыптасқан. Келесі пирамиданы атап өтетін болсақ, пирамида жалпы бұл пирамида бойынша бұл Египет қана емес, оларды Қазақстанда да бар. 2016 жылы Астанада ашылған болады. 6 жылы Астанада ашылды. Ол түзу 4 жақты пішінге ие. Кейбіреулер пирамиданы әлемнің 8-ші кереметіне теңейді. Әйгілі сәулетші Норман Фостермен салынған пирамиданың таң қалдыратын тұстары да аз емес. Онда алатын қима құрастырылған. Табан қабырғасының ұзындығы 62 метрге, биіктігі 62 метрге жетеді. Бейбітшілік және келісім сарайының пирамидасының концерт опералық залы, мәжіліс залдары, көрме галереялары бақ орналасқан. Бұл ретте олардың барлығы ерекше безендірілген түрлі панорамалы болып табылады. Мүсіндерден, суреттерден және инсталляциялардан құралады. Ең үлкен мәжіліс залы Хеопс атриумы деп аталады. Оның аумағы 2000 шаршы метрге дейін асып жығылады. Пирамиданың жоғары тұсында бесік шағын мәжіліс залы орналасқан. Бұл көпшілікке белгілі әлемдік дін көшбасшыларының конференциясын өткізетін орынға айналған. Бейбітшілік және келісім сарайы Қазақстанда бірегей ғимарат. Оның жарқырайтын қырлары елорданың сәнін арттыратыны сөзсіз. Сонымен қатар кешқұрым ғимараттың күмбезі жарқын шамдармен ерекше көз тартады. Ол шамшырақ іспетті халық пен діндер бірлігіне жол сілтейді. Міне, осының өзі де бір үлкен идеология, үлкен мәселе болып табылады. Пирамидада негізгі осы Астанада болмаған еріктілер үшін, жалпы қонақтар үшін үлкен қызықты ғимараттардың бірі болып табылады. Сондықтан бұл да сіздерге қызықты деген үміттемін. Жалғастыратын болсақ, арка, мәңгілік ел деп аталады қазіргі таңда. Қазақ елі мемориалы. Қазақ мәңгілік ел салтанат қақпасы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2011 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына Астанада мәңгілік ел салтанат қақпасын салтанатты түрде ашты. Нұрсұлтан Назарбаев бастамасымен тәуелсіздіктің мерейтойына орай сәулетті ғимарат салу жұмыстары қолға алынды. Сәулеттік құрылыстың биіктігі 20 метр құрайды. Бұл аталмыш атаулы күннің нышаны іспетті. Соның баспалдақтарымен орналасқан қапталдарда қазақ ұлтының ділін білдіретін беделді мүсіндер салынған. Салтанат қақпасы классикалық сәулет өнерінің белгілері және қазақтың ұлттық ою өрнектерімен қолданылған. Бұл да сіздер үшін қызықты болып саналады. Бұл менде негізгі сіздер үшін және жалпы
Бұның қазіргі кескіні осы алдымызда тұрған Франциядағы Елисейский поля дейтін аумақтағы осы Триумфальная арка деген сияқты соған ұқсастырып жасалған болатын. Бірақ бұл өзіміздің кейіптегі өзіміздің белгілі бір ерекше қақпамыз іспетті. Бұл да сіздер үшін негізгі қызықты деген сенімдемін. Жалпы келесі құрылыстардың бірін айтатын болсақ, біздің еліміздің басты ғимараттардың бірі Ақордамыз. Ақордамыз негізгі бұл елбасымыздың жалпы еліміздің басты резиденциясы болып саналады. Оның басы қазір сіздерге нақтылап айтып кетейін. Әлемнің бірде-бір астанасы, президент резиденциясы ойлап айналып өте алмайды. Қазақстан Республикасының жаңа астанасы ресми түрде жарияланған 5 жылдан кейін Ақорда президент сарайының ресми тұсаукесері рәсімі өтті. Алайда бұл ғимарат жабық мемлекеттік нысан болып табылмайды. Бұл жерде президенттің бастамасымен тұрақты түрде экскурсиялар ұйымдастырылады. Жалпы осы Ақорда 2004 жылы қолданысқа берілген болатын. Оның қазіргі таңда сіздер білесіздер, әлеуметтік желілердің барлығында Ақордамыз әлемнің 10 резиденциясының қатарына ең керемет, ең көрікті 10 резиденциясының қатарына енгендігін білесіздер. Бұл да біздің еліміз үшін үлкен мақтаныш. Өйткені тарихи ұлы дала жерінде орналасқан еліміздің төңірегінде, жерінде осындай сәулет, үлкен әдемі сәулетті көрікті ғимараттардың пайда болуы біздің мемлекеттің ұлылығын, біздің мемлекеттің тарихын, біздің мемлекеттің ділін, мәдениетін көрсететін бірден бір табылмас ерекше ұйымдардың, ғимараттардың бірі болып табылады. Сондықтан бұл да сіздерге қызықты деген үміттемін. Жалпы тағы да осы еліміздің әсем ғимараттарының бірін айтып кететін болсақ, Әзірет Сұлтан мешіті болып табылады. Ол да өзіндік сипатқа біздің еліміздің дінімізді көрсететін бірден бір ғимараттардың бірі болып табылады. Мешіттің биіктігі 63 метрге дейін тұрады. 63 метр 4 мұнарасы бар. Бұл Мұхаммед пайғамбардың өмір сүрген жылдарын білдіреді. Бас мұнараның 40 метрлік биіктігі және пайғамбарлық миссиясы басталған жасына сәйкес келеді. Ал жалпы аумағы 3930 шаршы метрге дейін жетеді. Мешіт Катар мемлекетінің қолдауымен бой көтерді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынуымен мешітке Әзірет Сұлтан атауы берілген болатын. Бұл өз кезегінде қасиетті сұлтан дегенді білдіреді. Әзірет Сұлтан Ивани және Хикмет кітабының авторы, кесенесі Түркістанда орналасқан. Сопылық әдебиеті өкілі Қожа Ахмет Яссауидің еңбектерінде теңеулердің бірі екені көпшілікке мәшһүр. Әзірет Сұлтан мешітінің құрылысы 2009 жылы маусымында қолға алынған болатын. 2009 жылы маусымында қолға алынып, мешіттің құрылысында әртүрлі кезеңдерде 1000-нан 1500-ге дейін адам тартылды. Әзірет Сұлтан мешіті 2012 жылдың 6 шілдесінде сағат 12:30-да салтанатты түрде ашылып, елордаға бірегейлі нысандардың қатарына толықтырылды. Яғни бірегейлі дегеніміз ол елордамызда, Астанадағы үлкен маңызды біздің тарихымызды, біздің дініміз, мәдениетімізді сақтайтын бірден бір ғимараттардың біріне айналды. Келесі жалпы мешітте бір мезгілде 5000 адамға дейін, ал мұсылман мерекелерінде 10.000 адамға дейін намаз оқи алады. Мешіттің жалпы аумағы 11 гектар жерді құрайды. Ал салынған ғимараттардың аумағы 17700 шаршы метрді құрайды. Қазақстандағы ең үлкен мешіт күмбез Әзірет Сұлтан орналасқан. Оның биіктігі 51 метр және 28 метр және ені 28 метрді құрайды. Сонымен қатар мешітте диаметрі
11 және 7,6 метрге, биіктігі 33,46 мен 25,25ке жететін шағын 8 күмбез орналасқан. Мешіттің айшықты келбетін және бұрыштарындағы биіктігі 77 метрді құрайтын 4 мұнара толықтырған. Жалпы қазіргі таңда бұл біздің сәулетті белгілі бір көрікті ғимараттарымыздың бірі. Яғни бұл әрбір ғимараттың өзіндік сипаты, өзіндік белгілі бір тарихы бар. Бұл біздің жалпы қазақ қоғамымыздың, ұлы дала жеріндегі қазақ қоғамымыздың ділін, дінін сипаттайтын, жалпы санасын сипаттайтын негізгі ғимараттардың бірі болып табылады. Яғни пирамида, жәнегі Әзірет Сұлтан мешіті, пирамида, Бәйтерек, Ақорда, бұдан басқа Тәуелсіздік сарайы, қазіргі таңда ашылған орталық кітапхана, барлығы да өзіндік осы қазағымыздың, қазақ мемлекетінің сипатына ие ғимараттардың бірі болып табылады. Жалпы негізгі бұл мәселелердің барлығы сіздер үшін, еріктілер үшін, функционалдық қызметтік бағыттар бойынша істейтін еріктілер үшін маңыздылыққа ие. Өйткені ертең елімізге әртүрлі қонақтар келуі мүмкін, әртүрлі саясаткерлер, бизнесмендер, әртүрлі инвесторлар келуі мүмкін. Сол кезде өзіміздің тарихымызды осы ғимараттар арқылы, өзіміздің қандай 25 жыл тәуелсіздіктің төңірегінде қандай жетістіктерге жеткендігімізді ғимараттарға негізделе дәлел ретінде көрсетіп, біздің еліміздің еңсесін одан ары қарай көтерулеріңізге болады. Бұл да сіздер үшін белгілі бір маңыздылыққа ие. Сондықтан жалпылай Тәуелсіздік сарайы, әртүрлі белгілі бір оқу орындары, Еуразия ұлттық университеті, Шабыт өнер академиясы, ұлттық кітапхана, ұлттық музей, жәнегі Бәйтерек, одан басқа Ақорда, басқа да сәулетті, әдемі көрікті ғимараттарымыздың барлығы сіздерге қызықты деген үміттемін. Әсіресе аймақтардан келетін азаматтар үшін жалпы бұл ғимараттармен танысу және оларды көруге мүмкіндік туады. Сондықтан сіздер үшін де, жалпы шетелдік азаматтар үшін де бұл ғимараттар қызықты. Тағы да айтып кететін болсам, Астанада Тәуелсіздік сарайы бар. Мына жерде біздің презентациямызда енгізілмеген екен. Жалпы Тәуелсіздік сарайының 2007 жылы 26 желтоқсанда басталып, рекордтық қысқа мерзімде Символ иншаат түрік компаниясы аяқталған болатын. Жобаның жалпы құны 12 миллиард теңге құрайды. Жалпы Тәуелсіздік сарайы 2008 жылы салтанатты түрде ашылған болатын. Тәуелсіздік сарайы жалпы сіздер ол пирамида қарама-қарсы орналасқан, сіздерге таныс деген ойдамын, жаңалықтардан көрген шығарсыздар. Жалпы енді осы вебинарымыз бойынша сіздерге жалпы сипаттамалық шолу жасап, өзіміздің вебинарымызды 14-ші вебинарды аяқтасақ. Вебинардың басында сіздерге осы кескін картасы бойынша жалпы ақпаратты беруге тырыстым. Бұл кескін картасы сіздерге таныс деген ойдамын. Тұрақтар, павильондар барлығының кескіні орналасқан. Сонда болашақта танысып алсаңыздар болады. Өйткені бұл экспо көрмесінің аясында сіздер үшін осы аумағында тезірек ориентир жасап, тезірек қажетті жерлеріңізге баруға мүмкіндік береді. Жалпы осы еріктілер қызметінің функционалды бағыты бойынша ауысымдар көрсетілді. Бүгін 13-ші баған бойынша сарымен белгіленген қызметкерлерді басқару функционалды қызметтік бағыты, олардың негізгі еріктілердің басқаруға байланысты негізгі міндеттерінде атап көрсеттім. Сіздерге жалпы түсінікті деген ойдамын.
олардың кадрлық саясатын жүзеге асырудан бастап, қоғамдық жұмыстармен айналысу, құжаттамалық байланыстарды қамтамасыз ету, барлық мәселелер бойынша негізгі міндеттері көрсетілді функционалды қызметтік бағыт бойынша. Қызметкерлердің басқарудың негізгі міндеттері жалғасын тауып, 13 тағы да міндеттерін атап көрсеттім. HR қызметкерлердің ауысуы, қандай әрекеттер қабылдайсыздар, көрме аясындағы жеке қызметкерлермен жұмыс жасаған кезде демалысты қамтамасыз ету, барлық мәселелер бойынша сіздерге толыққанды түсіндірдім. Оған байланысты осы функционалды қызметтік бағыт бойынша сіздерге негізгі талаптарды түсіндіріп кеттім. Талаптарды түсіндірдім. Еріктілердің негізгі қасиеттері бойынша және оған белгіленетін талаптар бойынша функционалды қызметтік бағыт. Жалпы және сіздерге қызықты ақпараттардың бірі осы Экспо 2017 Астана қаласында болғандықтан, Астанадағы қызықты тарихи кең ғимараттармен таныстыруға тырыстым. Бірақ бұл барлығы емес. Болашақта да бұлармен таныса аласыздар. Сіздер үшін қызықты деген ойдамын. Жалпы тарихы терең, бұл біздің ділімізді, дінімізді барлығын көрсететін өзіндік мәні бар ғимараттар болып табылады. Бәйтерек, пирамида, біздің мәңгілік монументі және Ақорда, одан кейін Әзірет Сұлтан мешіті. Жалпы бүгінгі вебинарымыз бойынша осы. Бұл вебинарда қатысушылар аз екен, Диас қатысушы бар екен. Диас, сіздің сұрақтарыңыз бар ма осы вебинар бойынша? Сұрақтарыңыз жоқ болса, плюсіңізді қойсаңыз. Түсінікті. Жақсы, Диас. Жалпы бұл вебинар бойынша барлығы түсінікті деген ойдамын. Қалған қатысушылар, қалған еріктілер осы вебинарды біздің YouTube және сайттарымыздан көре алады. Бұл сіздер үшін қосымша ақпарат. Сіздер білулеріңіз қажет. Осы презентация аясында Астанада болдым, ғимараттармен таныспын. Жақсы, қуаныштымын, Диас. Сізге тағы да танысуға мүмкіндік бар, тағы да кіріп, тағы да аралауға да қарсы емессіз деген үміттемін. Сондықтан қалған қатысушылар, жалпы еріктілер, барлық осы презентация бойынша сіздерге барлық ақпаратты түсіндірдім деген ойдамын. Презентация аясында болған қателіктер, стилистикалық, орфографиялық, орфоэпиялық қателіктер болатын болса, кешірім сұраймыз. Болашақта бұны жөндеп, дұрыс жүктеуге тырысамыз. Қосымша сұрақтарыңыз болса, бізде Expo Volunteers электронды поштасына жібере аласыздар. Барынша жауап беруге тырысамыз. Жалпы осы мен вебинар аяқталды. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Диас, сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Жақсы, тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі вебинарларда кездескенше сау, сәлеметті болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.